Астананың ертең анау кіммен Бранмен ойыны бар ғой. Енді одан жеңіледі ғой. Сол жеңіліп болғаннан кейін Астана мынаған дайындалу керек. Ассалаумағалейкум қадірмен достар, қадірмен көрермен қауым. Бұл Аладоп YouTube арнасы және студияда мен Ермұхамед Мәулен. Әдеттегідей біз қазақ футболда болып жатқан соңғы жаңалықтарға шолу талқылау жасаймыз. Сонымен осы ортада бағдарламамыз бастамас бұрын біз айта кетуіміз керек. Біздің осы видеоларымыздың тұрақты түрде 2 жыл бойы шығып тұруына зор септігін тигізіп жатқан фон кеңсесі рахмет айта кетуіміз керек. Фон компаниясынан, фондағы менің достарым өте керемет акциялар ұйымдастырып тұрады апта сайын. Олар жайлы толығырақ көптеген ақпаратты сіздер осы видеоның астында тіркеліп тұрған комментарий бар, сол жерде сілтеме бар. Сол сілтемені бассаңыздар, сол жерге өте қаласыздар. Яғни жаңадан тіркелген тұтынушыларға 200 мың теңгеге дейін фрибеттер мен бонустар беруі мүмкін. Оны өздеріңіз көре жатарсыздар. Ал осы аптада Қазақстан футболында болған жаңалық, бұл әлбетте Қазақстан премьер-лигасындағы матчтар. Өткен жолы біз талқылап айттық. Тобыл мен Қайраттың арасындағы матч өте керемет, өте сұрапыл болды. Одан бөлек бізде Ордабасы Ақтөбе арасындағы матч әлі де даудамай болып жатыр. Мына жерде пенальти болды, мына жерде пенальти болмады дегендей. Ол талқылаулар әлі де жүреді, әлі де тартысқа толы болады. Ақпарат айдында неше түрлі әңгімелер айтыла береді де, бірақ ең бастысы бұл жерде шығатын бір ғана қорытынды: Ақтөбеде Ордабасыда қазір терезесі тең дәрежедегі футбол командалары екендігі, ойындары бір-бірімен сәйкес. Мынау да қатты бір басым емес, мынау да қатты басым емес. Төрешінің қатты бір шешімі бұл матчтың тағдырына әсер етті деп өз басым айта алмас едім. Екіншіден бізді осы аптада қатты таңғалдырған екінші бір чемпионаттан бөлек жағдай, бұл Еврокубок матчы. Астана Бран командасын қабылдады. Мен осыған дейін бірінші болып YouTube арнасында айтқан едім. Астана барын салады, бірақ оның бәрі бір шамасы жетпейді Бранға. Ары қарай келесі кезеңге өте алмайды деген едім. Сөйтсем, менің болжамымды теріске айналдырды. Астана футбол клубы кенеттен аяқ астынан қатты ойнап кетті, 3-0 есебімен жеңді. Ал енді осы бір жерде Кәрімов, Рамазан! Тек мен ғана емес, жарты Қазақстан тура мен секілді ойлаған шығар деп ойлаймын. Енді сырт алаңда 2-0 есебімен ұтылып келген, 2 доп айырмасымен ұтылып қалған команда өз алаңында камбэк жасап шығуы, бұл мен 100-ден бір эпизод шығар футболда. Сондықтан қазір осындай кезде Астананың жанкүйері емес, айдалада отырған бір кісілер сол видеоларды таратып, Ермұхамед қателесті, шатасты деп сондай бір пернетақтан батырлар пайда болып жатыр. Өте тамаша, ол да қызық. Күліңіздер, сіздерге сол керек. Жалпы халыққа енді сондай бір интрига, қызық, сондай нәрсе керек, түсінікті. Бірақ енді Астана футбол клубының келесі кезеңге шыққаны мен үшін, қазақ футболына қызмет етіп жүрген адамдар үшін бұл өте тамаша жаңалық болды. Мен өз басым сенген жоқпын, бірақ шыққанына мен қуаныштымын. Енді Қазақстанның клубтық деңгейдегі рейтингі көтеріледі, Астана футбол клубының өзінің рейтингі көтеріледі, және сонымен қатар енді осының арқасында келесі жылы Европа лигасына қатысады. Қазақстанның кубогының иегері, яғни Атырау және Ақтөбе футбол клубтарына бұл майдай жағуы тиіс. Яғни екеуі Қазақстан кубогының финалында кездеседі ғой, 29 қыркүйек күні, 28-29 Алматыда. Сол кезде мысалға Атырау жеңсе, Атырау келесі жылы Европа лигасында ойнауы мүмкін. Ақтөбе жеңсе, келесі жылы Ақтөбе Европа лигасының екінші іріктеу кезеңіне қатысуы мүмкін. Биыл Тобыл қатысты ғой, тура сол секілді оқиға. Мінекей, бұл өте қуанышты жағдай. Және үшінші голды Рамазан Каримовтың соққаны тіпті қуантады. Қазақстан ұлттық құрама командасының шабуылшысы, жас ойыншы, енді командаға алынып келе жатқан футболшы. Сондықтан да менің ойымша Астана футбол клубы бір ерлік жасады. Өте күшті, ешкім сенбеген еді, бірақ команда мықты ойнады. Бран командасына не болғанда түсініксіз, олар бірінші ойын керемет ойнаған еді, бірақ мінекей жергілікті ауа райына, тауға үйренісе алмай қалды, және Астанада күшті ойнап қойды. Бұл жерде Астана футбол клубына осындай Чинеду, Грипши деген сияқты мықты футболшыларды алып беріп, команданы дер кезінде күшейтіп, бүкіл күшті аямай жұмыс істеп жатқан Сайын Хамитжановтың арқасы, менің ойымша, ол енді бәріміз біліп отырмыз.
көп адам енді басқа жаққа ауып Григорий Бабаянды мақтап кетіп жатқандар да бар арасында. Енді оның да септігі бар, бірақ енді соншалықты емес. Григорий Бабаянға мынандай ойыншыларды әпермесе, ол бұрынғы қалпы, қаз қалпы қала беретін еді. Сондықтан оның да ара жігін ажырату керек. Енді қазір Челсиға түсті, мынаны жеңеміз, топтан шығамыз деп енді қызбашылыққа салып, эмоцияға беріліп, сезімге беріліп кетіп жатқан жанкүйерлеріміз де бар. Ол дұрыс емес, әрине, әркім өз деңгейін білу керек. Астана бұл жерде топтық кезеңде енді ТНС, Лансант Фрейд, Бочка Топола және Пафос, АПЛ деген командалар бар ғой, өзінің деңгейінде ойнап жүрген. Соларды жеңуі мүмкін, бірақ енді Челсиге қарсы қиындау болатын шығар. Челси деген қазір құрамында 46 ойыншысы бар. Ағылшын Премьер лигасында кім көрінгенде ұтып жүрген ұжым, сондықтан олармен ойнауға болмайды деп ойлаймын. Олармен қалжыңдауға өйтіп. Сондықтан қатты бір эмоцияға берілмеу керек. Бұл жерде бір мәселе бар. Біз қатты ойланатын. Ол ойынды қойыңызшы. Астана ұтылсын, одан ештеңе разница жоқ. Ең бастысы сол Челсимен ойнағанда болып тұр. Қаншама адам келеді, стадионға келеді, Челси Қазақстанға барды деген, бүкіл қазақ футболына жарнама болады дегендей. Енді бұл жерде сол матч қай жерде өтеді деген сұрақ туындайды. Өйткені Астана аренаны бізге ұлы дала көшпенділер ойынын ұйымдастырушылар беріп отырған жоқ. Оны тартып алып қойған, білесіздер, бір жылға ішіне ремонт жасайды. Көшпенділер ойыны аяқталады ғой. Ол аяқталғаннан кейін Димаш Құдайберген концерт береді екен. Одан кейін тағы да 2 ремонт болады екен. Газон қайтадан төсеп беру керек қой. Осындай қиын жағдайлар орын алып жатқанда Астана аренаны сонау желтоқсан айына дейін көрмейміз бе деген бір қауіп бар. Сондықтан қазақстандық жанкүйерлер қазір Астана Челси арасындағы матч шамасы Алматыда өтеді деп ойлауы мүмкін, бірақ енді қараша кезінде қар жауып кетіп, масқара болып кетпесе, өте қиын болайын деп тұр. Өте күпті сұрақ болып тұр, енді расын айтуымыз керек. Немесе кеше бір ақпарат оқып қалдым, бұл матч шетелде өтуі мүмкін, яғни Армения, Грузияның территориясында. Ол да вариант, енді амал жоқ, не істейсің. Астанада стадион жоқ қазір, Астана аренаны тартып ақ қойған билік, үкімет. Амал жоқ, халықпен ешкім санасып жатқан жоқ. Көкпар жасап жатыр, футбол өтетін стадион ішіне. Көкпар жасайды, концерт қояды, футболдан басқасын бәрі болып жатыр сол стадионда. Тартып ақ қойды енді. Сондай стадионның мемлекет баяғыда керек екенін біліп, 4-5 соғып қойса, мұндай проблема болмас еді. Қарағандыға біреуін, Қостанайға біреуін, Шымкентке біреуін, Таразға біреуін дегендей. Бірақ енді онда инфрақұрылым жалғыз біреу, Астана аренаның бетіне қарап отырмыз бәріміз, сондықтан амал жоқ. Осындай жағдай, қадірменді ағайын. Енді өте қуаныштымыз, Астана келесі кезеңге шықты. Енді ұлттық құраманың матчтары бар. Тура сол Норвегия қайтадан келе жатыр. Норвегия ұлттық құрама командасы Эрлинг Холланд, Мартин Эдегор деген секілді мықты жігіттер бар. Енді оларды қазір мен болжам айтпай қояйын. Қазір тағы да күлкіге қалармыз. Түсінбейтін адамдар, жалпы логикасы дұрыс емес адамдар біздің қоғамда өте көп. Ермұхамед қазір Норвегия ұтады деп айтқан деп үстімізден қалжыңдап кетуі де мүмкін. Қазақстан ұтады десең, оған да күлуі мүмкін. Тең ойнайды десең, қайдағы тең дейді. Жалпы сәл қазір қоғамда не айтсаң да сол күлкіге айналып, даудамайға айналайын деп тұрған жағдай. Сондықтан бұл матчқа болжам беруден бас тартамын. Жалпы өздеріңіз сол ойынды көресіздер. Қазақстан жастар құрамасының да матчтары бар 5 қыркүйек күні. Оған да тілеуші болып жанкүйерлік етсеңіздер болады. Қадірмен достар, қазақ футболында оқиғалар келесі қыркүйек айында қызық болайын деп тұр. Ал біз тамыз айындағы 4 видеомыз осымен аяқтаймыз. Аладоп YouTube арнасына тіркеле кетіңіздер, комментарийлеріңіз жазыңыздар. Мен біршамасын өткен жолы жауап та бердім. Сондықтан белсенді болыңыздар. Арнамыздың оқырмандарының саны 30 мыңға да жетіп қалған жай бар. Ендеше сау, сәлеметті болыңыздар, қадірменді достар.